Мы видим, как в Беларуси происходит революция русскоязычных. Я бы ее назвал так, потому что сегментировать белорусский протест как-то иначе не представляется возможным, если учесть, что те, кто выходят против режима Лукашенко, это русскоязычные белорусы. При этом, конечно же, надо сказать, что Лукашенко абсолютно заслуживает подобной реакции народа, как изрядно засидевшийся, изрядно надоевший всем узурпатор, тиран, сатрап. Все можно к нему применять, и это будет применимо и к Лукашенко относиться. Он и диктатор, он и такой, и сякой, это все понятно. Но мы говорим не про Лукашенко. Лукашенко всего лишь повод для Путина, чтобы дестабилизировать Беларусь и посредством этого укрепить контроль над ней, который у Путина, в принципе, и так был. Через Лукашенко Россия так или иначе влияла на политику Беларуси, как внутреннюю, так и внешнюю. Во внутренней политике, например, Лукашенко вел исключительно пророссийскую политику. Он за 26 лет своего правления не удосужился сделать хотя бы одного маленького шажочка в сторону белорусского, я повторяю, именно белорусского как этнос народа. Не в целом русскоязычного населения Беларуси, среди коих белорусов, собственно, мизер. Именно вот белорусов, этнических сябров с белорусским языком, с белорусской литературой, с белорусской традициями, культурой. Лукашенко за 26 лет не сделал ни шага в сторону белорусского языка, укрепления его. Русский язык по сей день в Беларуси доминирует, является государственным. В Беларуси практически не выходит СМИ, газет на белорусском языке. Практически нет телевизионных каналов на белорусском языке. Белорусская жизнь, исключительно вот белорусская как этнос, окуклена. Есть, да, какие-то выставочные, театр Купалы, еще какие-то этнообъединения, но они носят декоративный характер, точно такой же, как это носило в годы СССР, во времена Белорусской СССР, когда белорусское что-то выставлялось как кич, выглядело в виде одежды, полотенец, рушников, вот белорусские узоры, орнамент, это присутствовало как некий элемент фольклора, может быть, но не более. В остальном, по сей день, русский язык в Беларуси главенствует. Кроме того, что он является государственным, он полностью доминирует во всех сферах жизни. И когда Лукашенко некоторое время назад начал разворот на Запад, опять установил контакты с Соединенными Штатами Америки, начал контактировать с представителями Евросоюза, НАТО. Моментально Россия отреагировала, вмешалась, создав там вот этот протест, который мы сейчас видим. Революцию русскоязычных. Там не пахнет отстаиванием интересов, собственно, вот белорусского народа. Нынешние протестующие, лидеры его особенно, что Тихановская, что Цыпкало, что Бабарика, что другие, это стопроцентно российские кадры. Стопроцентно российские кадры. Поэтому это вот своего рода мстя Путину, она, конечно, Лукашенко, она, конечно, удалась за то, что Лукашенко хотел усидеть на двух стульях. Сначала он долго, тщательно сосал вот грудь Путину 20 с чем-то лет. Потом, вот последнее время, когда уже угрозы Путина, поглощения Белоруссии обрели
настолько зримый контур, что уже невозможно стало этого отрицать, сверх того, что вот говорилось о союзном государстве, в рамках ОДКБ, ЕАЭС и всякое такое прочее, когда Лукашенко ради того, чтобы сохранить свою власть, начал озираться на Запад, Путин моментально по нему ударил, создав бучу, создав конфликт, создав протест. Я не умаляю протест, вот то, что сейчас в Беларуси происходит. Я понимаю, что Лукашенко действительно надо убрать, но надо смотреть и подоплеку. А подоплека такова, что за вот этими протестами в Беларуси торчат российские ушки, торчат отчетливо, их невозможно скрыть. И когда наши казахские вот оппозиционеры, тяготеющие к этому взгляду люди, истово поддерживают вот белорусский протест, невзирая на то, на очевидные доказательства того, что и Тихановская, и вообще лидеры протеста это пророссийские, но игнорируются нашими, и все равно они говорят, вот, это не важно, главное снести Лукашенко. А то, что пусть будет это пророссийское, главное убрать тирана, эти люди, конечно же, тоже пророссийские элементы, которых объединяет с белорусским протестом, роднит одно – русскоязычность. Вот в Беларуси то, что мы видим, революция русскоязычных, точно так же и в Казахстане поддерживают этот протест и выступают его сторонниками, выступают теми, кто хотел бы его перенести и сюда, исключительно русскоязычные казахи, казахстанцы. Ну, давайте мы будем говорить про казахов. Я о русскоязычных казахах, которые странным образом и к величайшему сожалению стали оплотом русского мира, первым и главным союзником Путина в Казахстане, первым и главным проводником русского мира в Казахстане, именно вот русскоязычные казахи, которые имеют отношение к казахам точно такое же, как вот русскоязычные белорусы, которые сейчас выходят на протесты, имеют отношение к Беларуси, к белорусскому народу. Русскоязычные казахи, я бы хотел сказать, конечно, я понимаю, что русскоязычных казахов это обидит, но я все-таки не могу не сказать, что русскоязычные казахи это авангард, как и во всем постсовке. Русскоязычные авангард политики Путина, так и у нас. Русскоязычные казахи это ударный кулак, это авангард русского мира, это пятая колонна, это главный тормоз, допустим, казахизации в Казахстане. Кто у нас главный тормоз расширения ареала казахского языка? Казахоязычные, русскоязычные казахи. Кто у нас главное препятствие, помеха внедрению латиницы, как алфавита казахского? Русскоязычные казахи. Кто у нас готов растоптать нашу государственность, выходя на митинги против Назарбаева, Токаева, неважно, русскоязычные казахи. Русскоязычные казахи таковы, что им вот ценности наши, независимость, государство, наш флаг, для них это пустой звук. Они больше, чем русские, все другие, готовы сопротивляться расширению казахского языка, готовы выступать против латиницы, готовы выступать в целом против казахизации, против программы Рухани Жангару, против политики дерусификации, которую мы робко пытаемся проводить. Это всегда в большинстве русскоязычные казахи. Так уж повелось. И это не новелла, не какое-то новшество, присущее только нам во всем постсовке. А русскоязычные представители этноса, главенствующего в той стране постсоветской, являются главными проводниками политики Путина, русского мира. В нашем данном случае русскоязычные казахи выступают против расширения ареала казахского языка, исходя из своих сугубо меркантильных соображений, потому что русскоязычные казахи с тревогой и страхом ожидают
увеличение числа казахов, казахоязычных, они понимают, что тогда у них сузится зона комфорта. Тогда казахоязычные казахи их заменят в тех отраслях, где они трудятся. И тогда русскоязычные казахи останутся невостребованы в журналистике, СМИ, масс-медиа. Они останутся невостребованными в качестве топ-менеджеров в бизнесе, в госкомпаниях, на государственной службе. А у нас ведь сегодня так. Кто у нас доминирующая сила в Казахстане? Русскоязычные казахи. Они занимают главенствующее место на государственной службе. И причем, чем выше должность, тем гуще, пуще концентрация там русскоязычных казахов. В крупном большом бизнесе топ-менеджеры – это, как правило, русскоязычные казахи. И так далее, и так далее. Буквально во всех сферах общественной, политической, культурной жизни доминируют русскоязычные казахи. А русскоязычные казахи – это не совсем казахи. Они внешне, имя казахи, но внутреннее, вот их внутренний мир – это русское. Русскоязычные казахи похожи на корейцев, которого там Серега, Денис, фамилия Лим, Ким, Цой, неважно. Этнически они корейцы, выглядят как корейцы, как азиаты, но это уже русские люди. Да, у них сохраняются какие-то пристрастия национальной кухни, но в целом это уже там Сергей Сергеевич Цой. И точно так же обстоит дело с русскоязычными казахами, которые просто, в отличие от казахов, не утратили свои имена, но это просто вопрос времени. Если бы совок не распался, мы бы стали как корейцы в полном смысле. Но наши русскоязычные казахи подошли вот к 30-летию независимости, оставаясь русскими, потому что они были воспитаны в русской культуре, в русском языке, на русской литературе. Весь их цитатник, весь их культурный багаж, весь их литературный багаж, все на русском языке. И они внешне только казахи, внутри это глубоко русский человек, который мучается в казахском теле, испытывает дискомфорт и, не зная, куда прибиться, он выступает против казахов, против казахского языка, например. И я назову некоторых людей, которые медийные, известные. Допустим, Гульжан Ергалиева, которая активно выступала против казахов, казахской именно аульской молодежи, которые, по ее словам, заполнили наши города и засрали. Она хотела, чтобы Алматы был не въездной для аульских казахов. Это казахофобка Гульжан Ергалиева. Или Бахчан Турыгожина, известная правозащитник, которая причислила вместе со своим партнером Жовтисом одного сепаратиста, российского сепаратиста, который осужден казахским судом за призывы присоединить Казахстан к России. Они, вот Бахчан Турыгожина, причислила его к политическим заключенным Казахстана и добивается на этом основании его освобождения. И таких много, на самом деле. Не одни только Турыгожина и Ергалиева, таких целое скопище, уйма, сон, тысячи. Их называть не хватит эфирного времени. Русскоязычных казахов, которые готовы продать историческую родину Казахстана, его суверенитет в угоду своих шкурных интересов, вот русскоязычных. Из-за угрозы оказаться в каком-то языковом гетто в меньшинстве, они активно форсят, выступают против перехода на латиницу, против расширения роли казахского языка. И они с точно таким же успехом будут выступать вообще против суверенитета, против нашего флага. Окажись у них такая возможность. А Путин им даст такую возможность. Весь наш протест, лидеры нашей оппозиции – это русскоязычные. Русскоязычный, как я говорил выше, это авангард, это форпост, это ударная сила путинской пропаганды. Русскоязычные казахи в Казахстане – это передовой отряд Путина. И когда Путин захочет у нас реализовать белорусский сценарий, он будет действовать по тем лекалам, которые сейчас в Беларуси отработаны. Он не будет заморачиваться. Да, они возьмут удобную тему. Шал, Назарбаев,
кет, долой, тирана, они будут эксплуатировать это, потому что это заходит в массы. Не могут же они эксплуатировать какую-то другую тему. Они будут напирать на Назарбаева, Даригу, Тимура Кулебаева, называть коррупцию, и тем будут подталкивать казахов к массовому протесту против собственных властей, и казахи охотно откликнутся, ведомые вот русскоязычными акторами. И пойдут, впереди пойдут казахоязычные казахи. Они станут жертвами побоищ, как вот Дулат Агадил, допустим, пошел, умер. Я не знаю, почему он умер, но я видел Дулат Агадил. Это қазақ тілді қазақ тұғын Дулат Агадил. Мен онымен бір рет сөйлескенде, бір рет емес, мен Дулат Агадилді 3 рет сөйлескем. Оған менің бір сұрақтарым бар еді, мен оған сұрақты қойғам, айтқам, сен Дулат бергіш, айналайын бауырым ау, сен осы бәленбай митингке шығып жүрсіңдер, облизоид боп. Қытайдың қауіптілігін айтасыңдар, Қытайдың заводтарын айтасыңдар, тағы да бірдеме. Неге сендер бір рет айтқан жоқсыңдар Ресейдің қауіптілігін? Айтшы, кел бауырым, айтшы, пікір алмасақ дегенде, Дулату Агадилу было нечего сказать. Он был жертва, он был казахоязычный. Из-за своего казахоязычия он толком не понимал, что ему впихивают вот эти русскоязычные кураторы казахи. Но он пер. Казахи, казахоязычные, более решительные, более самодостаточные, более цельные, чем русскоязычные. И вот сейчас произойдет то же самое. Когда у нас Путин будет осуществлять белорусский сценарий, русскоязычные казахи, конечно же, впереди пойдут казахоязычные казахи. Они будут страдать, они будут биться с казахоязычным ОМОНом. А русскоязычные казахи будут делать репосты. Вот русскоязычные казахи у нас не страдают. Они выступают против Назарбаева более активно, чем русскоязычные, но обласканные славой, вниманием СМИ, они ограничиваются там 10-15 суток отсидят в следственном изоляторе, или как Ася Тулесова, Вася, Мася, все вот это русскоязычная агентура здесь казахская, они с комфортом обретаются в местах лишения свободы, в предварительных, их на самом деле прям в тюрьму, в лагерь не гонят, но қазақ тілді қазақтар, ана Дулат Агадил сияқты құрбан болып кетеді. Зардап шегетін қазақ тілді қазақтар. И қазақ тілді қазақтар, русскоязычная вот агентура Путина будет использовать. Я думаю, Россия у нас будет раскачивать ситуацию один в один, как в Белоруссии, опираясь на вот эти лозунги. Шал, диктатор, Назарбаев, Токаев, все это будут говорить коррупция. Но основное все-таки упор, движущие силы, они, конечно, сделают қазақ тілді қазақтар, на которых российская пропаганда тоже сейчас работает. На қазақ тілді қазақтарды Ресейдің үгіт насихаты жайдан жай бір ана түпкірге тығып қойған жоқ. Үгіт насихат қазақтардың арасында толық жүргізіліп жатыр. Қазақ тілді бақ талай қазір жеткілікті. Ресейдің қолшоқпарлары қазақ тіліне аударып, орыс тілінен мәтіндерді билікке қалай қарсыласу керек, митингке не істеу керек, не үшін шығу керек, кім үшін шығу керек, соны үгіттеп, қазақ тілді қазақты біраз әжептәуір дайындап қойды. Қазір үкіметке қарсы шығуға қазақ тілді қазақтар аз емес. Әсіресе батыс Қазақстанда. Мен ойлаймын, Ресейдің пропагандасы бізде белорустық сценарийді енгізсе, бізде қайталайтын болса, олар әрине Беларусь сияқты Ресейден бәленбай мың орыстарды әкелемайды, тобырдың арасына қосып, сосын ажыратамайсың, белорусы қайсы, орысы қайсы. Бізде енді қазақ болғасын, қазақи болғасын, орыстардан біздің айырмашылығымыз бар. Олар біздің қазақ тілді қазақтарға үгіт насихат істеп, батыс Қазақстанда құздыртып, сол жақта арандатушылық жұмыстарын жүргізіп, сол жақтан бастауы мүмкін. Қазақ тілді батыстың қазақтарына былай деп, сендерді Назарбаев тонап бітті, 30 жыл егемендігін не қызығын көрдіңдер, қандай нәтижесі бар,
бір жемісін көрдіңдер ма? Не жол жоқ, не анау жоқ, не мынау жоқ, ауа райы қандай нашар, бәрі қымбат, қаншама мұнай шығып жатыр, оның пайдасы қандай деп, сол мына аспанда Құдай, жердің асы мұнай, мына жердің беті сендердікі, сендер адайсыңдар деп, орыстар батыстан бастайды, батысты көтереді. Өз мына мемлекетімізге қарсы. Ал мына үлкен қалаларда, Алматы сияқты, Қарағанды, Нұр-Сұлтан, Астана, о жақта олар әрине мына қаланың орыс тілді қазақтарына үгіт насихат шығарып, жүргізіп, соларды итермелеп, соларды шығарады алдыңғы қатарға протест, революция деп. Бірақ ықпал беретін бәрібір басты күші болатын ол орыс тілді қазақтар. Орыс тілді қазақтар қазір мына Қазақстан жауы болып тұрған, оның жасыратын ештеңесі жоқ. Орыс тілді қазақтар болып тұр. Бүгіндікке солай. Ресейдің осы жердегі 5-ші колоннасы, қол шоқпары, авангарды, алдында келатқан әскери күші орыс тілді қазақтар. Сондай деңгейге жеттік. Өйткені мына орыс тілді қазақтарымыз қазақ деп айтуға болмайды оларды. Бет әлпеті болмаса қазақ деген, аты жөні болмаса пәленше төленшеев деген. Үш құрылысы, көз қарасы орыс. Қазақты иттің көтінен жек көреді. Бізге қарсы шығатын орыс тілді қазақтар қазір нені айтсақ та, мысалы дерусификация дейікші, айқайлап, шулап шығатын, анарсып, қынсылап шығатын орыс тілді қазақтар. Не істесек те қарсы шығатын орыс тілді қазақтар. Сондықтан мына қазақ ел болу үшін әлі бірталай заман. Мына орыс тілді қазақтар қазақ болмай, біз жалпы бір тұтас ұлт ел боламаймыз. Қазір бізге әскери күшпен Ресей, Путин шабуыл жасаса, біздің орыс тілді қазақтардың жартысы соларға қызмет атқарады. Орыстардың полицайлары болып, әскери ополченцы болып. Өйткені орыс тілді қазақтар сонша қазаққа қарсылығы соншама, қазақ тілді қазақтар оны онша біле қоймайды. Орыс тілді болса да біздің бауырларымыз ғой деп жүрген бірталай қазақ бар. Орыс тілдің жартысы, орыс тілді қазақтардың жартысы бізді бауыздауға дайын тұр, атуға дайын тұр. Орыстар үшін, Ресей үшін, бізді Ресейге қосу үшін. Біздің қазір оппозиция деген, мысалы Белоруссия мысалы ретінде келтірсек, о жақта шығып атқан орыс тілді белорустар өз билігіне, Лукашенко бір қампезер, әбден қазақ Белорусын қанын ішкен диктатор. Ол ешқандай күмәнсіз, оны дауласып қажет жоқ, ол факт, аңыз. Бірақ оны пайдаланып, оны сылтау қып, Лукашенко қарсы шыққандай болып, Ресейдің үгіт насихатымен, соның күшімен көшеге шығарған мыңдаған Беларусь, Лукашенконы алып тастаймыз деп, ертең өз тәуелсіздігінен айырылып қалады. Беларусь мемлекетінен айырылып қалады. Әрине, Лукашенко өзі оған жауапты. 26 жыл билікте отырып, Беларусь тілін меңгеріп, дамытып, кеңшілікке таратып, өз заңды орнын алу үшін бір қадам жасаған жоқ Лукашенко. Өзі ұлты Беларусь болмағасын, әбден өзі орыстанған адам болғасын, орыс тілі Беларусьте ресми тіл болып қалды. Ешқандай бақ, ештеңе, теле, арна, газет түк жоқ Беларусь тілінде. Беларусь халқы бұрынғы кеңес одағында, Беларусь кеңес Советский Республика қалай болды, тура сол қалпында, тура сол деңгейде қалған. Ешқандай асып түсіп алға баспаған. Беларусьтің тілі әлі күнге шейін. Беларусьтің өзінде қолданбайды ешкім. 90 жылдар, 2000 жылдардың басында көшеде беларусша сөйлескен адамдарды полиция қамайтын. Ол енді Лукашенконың саясаты. Ол өзі сол саясатын жемісін қазір көріп отыр. Орыстар ұйымдастырған көтеріліс болғанда, Лукашенконы жақтап шыққан бір Беларусь табылмады.
Мына біздің Беларусьтің президенті, ол Беларусьтің мүддесін қорғаған деген. Бір да Беларусь табылмады. Өйткені Беларусь жаңағы Лукашенко ешқандай Беларусьтің мүддесін, құндылықтарын қорғаған емес, көтерген емес. Орыс әлемінде жүріп, орыс әлемінде Беларусьін сақтап, енді міне қазір Беларусь тәуелсіздігінен айырылып қалуға 1 метр жерде тұр. Ертең арғыны оларды орыстар басып салады. Путин әскерін кіргізеді. Осыны сылтаулатып, себеп ретінде тауып, Лукашенко бізге ресми түрде ел басшысы ретінде бізге шағымданды. Әскеріңізді кіргізіңіз, НАТО басып алайын деп тұрды. Әйтеуір Ресей өз мәнерінде сол жағдайды пайдаланып, Украина, Беларусьті қазір басып алады. Тура сондай жағдай бізде. Тура сондай. 100% ешқандай айырмашылығы жоқ. Бізді құтты Беларусьпіз. Бірақ біздің ұлтымыз қазақ болғасын, әйтеуір қара домалақпыз. Орыстардан айырмашылығымыз бар, Беларусьтарда ондай жоқ. Бізде әрине шамалы қиынырақ болады Путинге. Ал амалын біледі ол. Ол да бізден кем емес, жағдайын қалай Қазақстанды қопарып ұстауға ол әдіс тәсілін біледі. Ол әрине орыстарды әкемейді Ресейден. Азар болса бір қалмақ, якут, мүмкін бурят бөледі әкелер, башқұрт, кімдер қазаққа ұқсайтын ноғайлар, мүмкін оларды әкелер, мүмкін Қырғызстаннан орыстанған қырғыздарды әкелер, қазақ қарсылыққа шыққан қазақтың санын көбейту үшін әйтеуір қара домалақтар деп мүмкін. Ал үйтпесе, ол қазақ тілді қазақтарды үгіттеп, орыс тілді қазақтар арқылы олар бізге көсем ғой қазір. Орыс тілді қазақтар елді басқарып отырған, мемлекетімізді басқарып отырған қазір көбінесе орыс тілді қазақтар. Қай саланы алсан да, орыс тілді қазақтар қалталы, орыс тілді қазақтар шенді, орыс тілді қазақтар зиялы, нені алсан да топты басқарып отырған орыс тілді қазақтар. Олардың тең жартысы одан асып түспесе, біздің тәуелсіз егеменді Қазақстанымызға жау, қазақ болса да. Біз мұны айтып отырмыз, Беларусьтарға қиын болды, олар арасына тобырға кіріп кеткен орыстарды айырыламай, соларға құрбан болып кетті деп. Бізде де тура солай болады. Біз жүреміз, бәріміз қазақпыз ғой деп, 100 адам тұрып оламыз. Арамызда тұрған 30 шақты, 40 шақты орыс тілді қазақтар жаудың құндылығын қорғауға дайын тұрады, бізді сатып кетуге дайын тұрады. Біз оны ажыратамай қаламыз. Орыс тілді қазақтар қазір қазақтың жауы болып шықты. Беларусияның сценарийі бізде қайталанса, елімізді апарып, дағдарысқа апарып тірейтін мемлекетіміз, соның кесірінен біз тәуелсіздігімізді, мемлекетімізді жоғалтып алатын, ол осы себепкер оған орыс тілді қазақтар болады. Мына протест деп жүрген, кімді алсаңыз да, қараңызшы, Хак, Аблязов, кімдерді алсан да, ішінде жүрген тола орыс тілді қазақтар. Орыс тілді қазақ бүгіндікке қазақ тілді жалпы қазақ мемлекетін жауы болып тұр. Бәрі емес енді, әрине орыс тілдің ішінде біразы бар. Қазақтың патриоттары бар, мен қазақтың ұлтшылымын дейтін орыс тілді қазақтары бар. Бірақ олар аз, олар жаңағы жалпы 100% орыс тілді қазақтың санынан бір азар болса бір 10-15% болар. Қалғаны Ресейге сатылып кетуге дайын тұр. Өзінің орыс тілдігін сақтау үшін, өзінің билігін сақтау үшін, өзінің шенін, қаржы жағдайын сақтау үшін орыстарға сатылуға, олардың қолшоқпары болуға, олардың соты, полицай болуға дайын тұрған орыс тілді қазақтар жеткілікті. Біз сонда қазақ тілді қазақтар оны білуіміз керек, алданбауымыз керек. Әрқайсымыз келген қазақты құшақтап, айналаң бауырым деген болмау керек. Қазір өте мүшкіл жағдай. Біздің тәуелсіздігімізге қауіп төніп тұр. Қолма-қол
айырылып қаламыз. Байқамай қаламыз қалай болып кеткен. Өзіміз оларға ду-қол шапалақтап, өзіміз қолдап, өз елімізден айырылып қаламыз. Орыс тілді протестте жүрген қазақтарды қолдап, тәуелсіздігімнен айырылып қаламыз. Сосын жүреміз өкініп, біз аңқаумыз ғой, алданып қалдық қой деп. Біздің қазіргі бүгіндікке 2020 жылы Қазақстанда ең біздің басты құндылығымыз, жеткеніміз, қолымыз жеткеніміз, ең басты сақтайтын біздің қазына алтынымыз, ол біздің тәуелсіздігіміз. Одан басқа құнды ештеңе жоқ тәуелсіздіктен. Ал мына орыс тілді қазақтар Ресейдің үгіт насихат методичкасымен біздің мемлекетіміз ыздырап тарқатып жүруге дайын тұр. Жұмысын тоқтатпай жұмыс істеп жатыр олар. Тоғжан Қожғалиев, Альнұр Ильяшева, кімді айтсам да, оппозицияда жүрген бәрі қазақтың жауы, бәрі. Өйткені қазір қазақ оппозицияда болудың өзі қазір біздің тәуелсіздігімізге дағы емес, қауіп төндіріп отыр. Қауіп. Біз сәл бір шамалық құйтырқы емес, бір көтеріліске барсақ қазір, ұзақ, бір жеті тарқамайтын бір халық жиналысына барсақ, соны қолма-қол орыстар қолданып, Путин әскерін бірдемесін кіргізіп, оны жаңағы кеңейтіп, нығайтып, жаңағы протесті дағдарысқа апарып, қақтығысқа апарып, қан төгіске апарып, күшін, әскери күшін, саяси күшін, дипломатиялық, қаржы күшін кіргізіп, бізді тәуелсіздігімізден айырады олар. Олар біздің жауымыз. Путин қазақтың жауы. Путинді қолдайтын, оның қолшоқпары қазақ тілді, орыс тілді қазақтар. Жарайды, көп сөз боқ сөз. Мен жалпы ойым шыққан Беларусияның жағдайын көріп отырмын, әрине әлеуметтік желіде. Оны біздің орыс тілді қазақтар, оның ішінде арасында қазақ тілді қазақтар бар. Орыс тілді қазақтардың құрбандары. Солардан мәлімет алып, солардан ақпарат алып, олар беделі ғой, олар зиялы ғой, олар осындай ғой, көздері ашық қой, олар орыс тілді ғой деп, соларды тыңдап, солардың айтқан сөздерін қайталап, Беларусиядағы протесті қара киімдегі аузынан сілекейінен ағып атқан қанын бәрін аққа бояп, мені халықтың протесті Лукашенко шыққан деп сөйтіп көрсетіп отыр. Ол бізге зиянды. Лукашенко қандай диктатор болса да, оған көтеріліс істеген ол Беларусь халық емес, оның артында тұрған Ресей, Кремль, оны ұйымдастырып отқан Кремль. Ана Бабарика деген банкир, олна тура құтты біздің Аблязов. Біздің де Аблязов банкир ғой. Олардың ұстанымы бірге. Революция істеу керек, билікті қопарып ұстап, қуып шығу керек, билік халыққа деген ұраны бар. Айналайында қай мемлекет бар, осы көріп отырған айтыңдаршы, қай жер шардың, қай жерінде мемлекет бар, билік халықта екен. Айтыңдаршы, қай жақта? Ол коммунистердің идеологиясы, ол өтірік сөз, ешқай жерде, ешқашан билік халықта болған емес. Мысалы Қазақстанда айтады, билік халықта болу керек. 18 миллион халық бар Қазақстанда. Оның біршама миллионы қазақ, біршама орыс, қазақтың жартысы мақтабас. Сол жалпы қайсына билік? Халықтың қай бөлшегіне, жалпы тұтас 100% халыққа ма? Сонда 18 миллион мәжіліске отыра ма? 18 миллион министр бола ма? Осы мына аңқаулық, біз мына надандық, саяси надандығымыз, саяси сауатсыздығымыз соншама мына билік халыққа деген Кеңес одағының ұраны әлі күнге шейін бізде жүр. Ондай жоқ. Мына Аяз атаға сенгендей тен ол. Билік халыққа деген. Халықта билік ешқашан болмайды. Билікке отыратын министрлер сайлаудан өткен, сайлаудың ұрыс қақтығысынан, дебатынан өткен, праймеризден өткен депутат, министрлер солай болу керек. Олар халықтың туындысы, бірақ олар халық емес. Халық
100% бірде емес. Халықтың ішінде қазағы бар, қазақтың жауы бар, мақтабастар бар, ұлтшылдар бар, андайлар бар, намдайлар бар, мұсылмандар бар, тәңірші бар, христиандар бар, гомосексуалистер бар, натуралдар бар. Бәрі халық, оларды бәрін біріктіру мүмкін емес. Сол жарайды, қайталай бермейін, бір нәрсені айта беріп қажет жоқ. Өзім қазір соңғы күндері бейнеге әсіресе көп шықпаймын, әлі күнге шейін ауырып жүрмін, жазылған сияқты болып атқып шығамын, қайттан басталады, науқастан жатам, сол емделіп жатырмын. Енді бір 3-4 күн ішінде толық сауығып кетем деген үміт бар. Укол қабылдап жатырмын, дәрі ішіп жатырмын. Жалпы аманмын, амандықта жүздесейік. Мына жаңа айтқан сөзімізді енді кімге ұнайды, кімге ұнамайды, орыс тілді қазақтар бар, маған қарсы шығатын, сен бізге бекер тіл тигізесің, сен бізді балағаттама, орыс тілді қазақтардың ішінде патриоттар бар деп, мен оны білем, әрине бар. Бірақ көбісі орыс тілді қазақтар, мен тағы да айтам, өз сөзіме жауаптымын. Орыс тілді қазақтардың көбісі қазақтың жауы. Бүгіндікке жағдайымыз солай. Мен Марғұлан Боранбай. Телефоныңызды білесіз, кімге керекпін іздеп табарсыз.